уақыттан бері осы іспен айналысасыз? Ой, балам, бізге өте жай күнделікті тіршілік бірдеңені тауып жеуіміз кейте кішкентай дейді. Апа, сіз әйел адамсыз, иә? Соңғы рет қашан әйел екеніңізді сезіндіңіз? Ой, жаным, ондай қалай түсіндім, қалай үйдің тіршілігі деген дей ма? Конечно, өзің бір тіршілігің болсын деп ойлайсың, болды. Апа, сіз соңғы рет өзіңізге қашан көңіл бөлдіңіз? Өзі жас келді ғой, балам. Жас пенсиядан кейін өзі тіршілікте жүресің. Неге пенсиядан кейін көп әйелдер өздерін тастап жібереді? Бірақ не қылды? Жоқ, бір жыл болды пенсияға шыққаным. Мен бүгін жұмыс істеге. Бастаған істеге жоқ, құдайға тәуба. Шашыңыз қашан бояттыңыз? О, айтпа. Ол бір жылдан асып кетті. Былтыр бір неткенде тойға барғанда неттім. Сондай той томалаққа барғанда Жүрген көріспейін деп жатыр ма апа? Апа, өзімізде талай көріндік. апа, сіз өзіңіз әдемісіз, иә? Әйел 90-ға кетсе де 100-ге кетсе де әйелі. Пенсияға шығып кетсеңіз де, немере көрсеңіз де, қандай шаруамен айналыссаңыз да, сіз бәрібір әдемісіз. Осы сөзді сізге соңғы рет кім айтты? Балалар да бәрі құдайға тәуба, мама жас болып әдемі болып жүрсе деп постоянно қызым да бәрі переживать етеді, мама деп. Конечно. Өзіңіздің сұлу екеніңізді қабылдай біліңіз. Менің сізге кішкентай ғана сыйлығым бар. Өміріңіз тәтті болсын. Рахмет қыздар. Тауып кеттіңіз-ау деймін, соңғы рет қандай сыйлық алып едіңіз? Енді балалардан алып тұрасың ғой, туған күндерінде, былай нелерде. Өзіңізге қашан сыйлық жасадыңыз? Өзіме? Құдайға тәуба. Құдайға тәуба, өзіме әрдайым бір нетіп тұрамын. Тапқан табысыңызды өзіңізге жұмсайсыз ба? Өзіме жұмсаймын. Ай, қайдам, сіз балаларға жұмсайтын сияқтысыз ғой?